Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздерге осындай өте дәмді муравейник тортын жасауды үйрететін боламын. Бұл қазақша айтқанда құмырсқаның илеуі деп аталады. Әрине илеуіне ұқсайды, сондықтан видеоның соңына дейін қараңыздар. Алдымен ыдысқа ұнды және де бөлме температурасындағы сары майды қосып араластырамыз. Венчикпен немесе шанышқымен араластыруға болады. Қолымызбен жақсылап осылай араластырамыз. Енді жұмыртқаны қосып, қымыр илейміз. Қолға жабыспайтындай жұмсақ қымыр болу қажет. Достар, осы муравейник 3 қана ингредиенттен тұрады. Ол ұн 250 грамм, сары май 180 грамм және де 1 жұмыртқа. Осылардың барлығын араластырып, қымыр илейміз. Құрамын негізінде описанияға қайталап жазып кетемін. Осылай иледім. Енді дайын болған қымырды 2 бөлікке бөлеміз. 2 бөлікке бөліп, осылай шұжық тәрізді жасаймыз. Сол кезде шұжық тәрізді етіп жасаған кезде қазір үккіштен өткіземіз. Біз бұны мұздатқышқа салып, сол кезде оңай болады өткізілуі. Енді осыны таза телефонға саламыз. Аузын жақсылап жауып, мұздатқышқа 2 сағатқа қойып қоямыз. Бізде осы қымыр толықтай қатуы қажет. Достар, енді морозильниктен, яғни мұздатқыштан шығардым. Қатты болып тұруы қажет. Осылай қатқаннан соң тапамызды алып, үстіне пергаментті қойып, жайып, яғни осылай ешқандай майлап қажет емес. Осының үстіне енді теркадан, яғни үккіштен үлкен жағынан жаңағы қамырымызды өткіземіз. Сол кезде бізде осылай үгітінділер пайда болады. Екі бөлікті де бірден өткіземін. Сосын барлығын пеште пісіреміз. Енді осыны 200 градуста 10 минут пісіреміз. Достар, менде осылай пісіп шықты, қыздарды аламыз міндетті түрде. Енді осыны біз үгітеміз, қатты үгітпейміз, қолымызбен жай ғана түйіршіктер пайда болу қажет. Өте қатты үгітіп қажет емес. Жалпы құмырсқаның илеуі тортында осылай бізде түйіршіктер пайда болу қажет. Үгітінділер, қатты үгітілген үгітінділер олар болмайды. Жай ғана осылай қолымызбен үгітеміз. Осылай үгітеміз және де осы үгітінділерді бөлек ыдысқа саламыз.
осылай үгіте береміз. Барлығын жақсылап үгітеміз. Енді осы үгітінділердің үстіне қойылтылған сүт, яғни сгущенканы құямыз. Менде осы түрін пайдаланамын мен. Және де көп құймаймыз, көп құйсақ бізде сұйық болып кетеді. Мен осылай бірден көз мөлшермен құйдым, және де осы жеткілікті. Менде жартысындай кетті. Мысалы, менде жарты банка сгущенка кетті деп айта берсем болады. Осылай жарты банка сгущенка кетті. Осыларды енді жақсылап араластырамыз. Араластырғанда бізде сұйық болмау қажет. Сұйық болып кетсе, егерде ол өз формасын ұстамайды. Сондықтан осылай қою болу қажет барынша. Осындай болу қажет. Енді осыны рюмкаға салуға болады, немесе әртүрлі формаларға келтіруге болады. Кекстің формасына да салуға болады, немесе бір шұңқылдау ыдысқа барлығын салып, оны бетін тегістеп, және де оны тоңазытқышқа қойып, сосын төңкеріп торт қып пайдалануға болады. Осылай мен жай ғана рюмкаға салғанды жөн көрдім, және де осылай барлығын салып рюмкаға бетін тегістеп тығыздап саламыз, және де осы салған тортты төңкереміз, бөлек ыдысқа тарелкеге салып төңкереміз. Және де осылай барлығын жасаймыз. Сонда бізде муравейниктер дайын болады. Мен осылай тек қарапайым ғана түрін таңдадым. Достар, мен де осындай жасап жатырмын. Мен осылай жасап, тек қана бізде осылай жасаймыз, сол кезде біздің муравейникіміз дайын болады. Осылай менде шықты муравейниктер. Достар, біздің осындай кереметтей муравейниктеріміз дайын, және де өте дәмді болып шықты. Өз қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Қалаған нәрсеңізді қойып әсемдеуге болады. Мен осылай жай ғана осылай қойдым. Шоколадты ерітіп, жай ғана өрнектермен әсемдеп қоюға да болады. Немесе кокос жоңқасын қосуға да болады. Осылай жай ғана біздің муравейниктеріміз дайын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Қош сау болыңыздар.